Кіші жүздің ішінде 12 ата байұлы, оның ішінде Адай руы. Осы Адай руына қатысты ел арасында аспанда Құдай, жерде мұнай, ортасында Адай деген сөздерді естіп жатамыз. Бұл жерде мұнайдың батыс өңірінде екендігін барша жұртқа мәлім, сонымен қатар Адай руының да батырлығы елге мәлім. Дей тұрғанмен, бұл жердегі мәселе Құдай түсінігінде болып тұр, себебі біздің ата-бабаларымыз Құдайды аспанда деп қабылдады ма? Мысалға алатын болсақ, Абай атамыздың «Лай суға май бітпес, қой өткенге» деген өлеңіне қарайықшы. Ол жерде Абай атамыз: «Күндіз түні ойымда, бірақ Тәңірі, өзіне құмар қылған оның әмірі, Халиққа мақлұқ ақылы жете алмайды, оймен білген нәрсенің бәрі дәһірі» деп. Яғни Халиқ деген жаратушы, мақлұқ деген жаратылған, яғни оймен жете алмайтындығын түсіндіріп келіп, сөзін өлеңін қорытындылай келе былай дейді: «Мекен берген, халық қылған, ол ләмәкән, түп иесін көксемей бола мекен, және оған қайтпақсың оны ойламай, өзге мақсат ақылға тола мекен». Бұл жерде Абай атамыз айтып жатқан мекен берген, халық қылған, яғни бізге жерді мекен қылып берген және бізді халық қылып жаратқан, ол ләмәкән. Лә деген жоқ деген, мәкән деген мекен деген сөз, яғни Алла тағала мекенсіз дегенді айтып тұр. Бұл тек қана Абай атамыздың емес, бұл сол заманда өмір сүрген Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының да, Ыбырай Алтынсариннің де, Абайдың шәкірті болған Шәкәрім Құдайбердіұлының да ұстанымы осындай.